Bәрінде көз көреді күн, бәріне адам көнеді күн. Жүрегін жұмыр жердің жарып шыққан, жалынды жанар тау да сөнеді күн. Көл болып құдіреті шөгеді күн, бәріне адам көнеді күн. Assalamualaikum, құрметті ағайын, бауырлар, мына досымыз Жаңабайдың 70 жасқа толып атқан мерейтойына келіп жатырмыз. Немерелеріміздің көтіп ұзан екен, құтты болсын бәрі. Енді мына 70 жас деген әлі сендер де келесіңдер, сосын білесіңдер. Оңай жас емес. Бұл өмірдің біразын өткіздік. Енді қалған бір Құдай біледі. Жүзді бермеймін, мен беремем. Бір Алла біледі. Енді қалған жағында міне осы барлығымызда, бірлігімізде мына алыста болса алыс жері өкпет түсіреді, көрмейміз деген ойда бар. Себебі әр нәрсе болып алды. Өздері көріп асында. Өкпет түсіреді, көрдік. Алла ұзағынан берсін. Сонына емелелерінің үйлерінің тойында бола беріп Алла қаласа. Ендігі сол аман болайық. Әрдайым тойға келгенбіз. Біздердің бір тойымыз бар. Bir Алла біледі. Bir тойымыз бар. Әрдайым бірімізге-біріміз сөйлесіп тұрайық, амандық сұрасып тұрайық. Ағайын бауырлар, бәрімізге де осы жасындай жастар жұмысты болсын, бәрін бақытты болыңдар, аман есен болыңдар. Өмір жайында ойлана қалсам, ессіз адамдай жылап күлемін. Жүрміз өлместей өмірге келіп, жалғанның жайлы төрінде көріп, басыңа жауған бақыттың қары, түседі-ай бір күн, түседі-ай бір күн, түседі-ай бір күн көңілденері. Кетер әкеңде, анаң да кетер, кеткенше саған алаңдап өтер. Тірі кезіндей құрметте бәрін, өкпелегенше заманға бекер. Бермес ешкімге тіршілік баға, татынмас тағдыр бір шыбыққа, анау өмірге апаратының Құдайға қылған құлшылық қана. Анау өмірге апаратының Құдайға қылған, Құдайға қылған, Құдайға қылған құлшылық қана. Таусылса әттеңін ғана, салқын күндердің сәттерін қара. Жалғаннан жалғыз алатын еншің, бір-екі метр ақ кебін ғана. Сыналар өмір өтінде күшің, баядан мықты секілді үшін. Жер бетін ешкім жаулай алмайды, жер жаулап алар бетіндегісін. Жер бетін ешкім жаулай алмайды, жер жаулап алар, жер жаулап алар.
алар, шер жаулап алар, шер жаулап алар бетіндегісін. Жетер Алладан үкім алдағы, пенденің өлмеу бүкіл арманы, айтып келмейтін ажал құрғырдан, қорқыттың өзі құтыла алмады. Қалар артында жаңғыры белес, әрбір адамның тағдыры белес, бәріне мәңгі өмір тілерем, өмірде бәрі мәңгілік емес, бәріне мәңгі өмір тілерем, өмірде бәрі, өмірде бәрі, өмірде бәрі мәңгілік емес. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын бауырлар, осы кеңшілік ағамыздың туыстары, құда жекжаттары. Бұл кісі жалғыз емес, бәрі халыққа керек адам еді. Бұл халықтың арын арнайтын, шырын жырлайтын кісі еді. Бөлек тұлға еді, өте зерек адам еді. Бұл кісі әрдайым сүрінгенді сүйетін, өте көп адамдарға жәрдем берген адам. Бұл кісінің өзінің ниеті, зеректігі арқасында Өзбекстанның қызыл байрағын жеңіп алды. Бідінға бұған 12 орындық микроавтобус берді. Ол баланста жоқ, соны жеке өзіне алған жоқ. Жеке алуға да болады, алған жоқ. Екінші, бұл кісі су жарытып бармайтын тақта көпірді аяқ жағында тұрса да комплекске бағуынатты. Сөйтіп жүргенде бұл кісі ауырып қалды. Кейінгі жағында бұл мәшинені әлгі автобусқа көздігушілер болды, сұраушылар болды. Кейінде ол кісі еңбегін бағалап Махамбет Шәріпбай деген үлкен ұстазымыз, тақта көпірдің бүткіл ұстазы десе де болады. Сол кісінің еңбегін бағалап, көпшілік директор болған адам, исполком болған адам, сол кісінің атына сол машинаны берді. Ол кісінің сондай бір әділдігі, және мына адамдармен, үлкен адамдармен жүргенде талас болғанда шешім қабылдай, тым сол шешім тым жақсы болып кетеді. Өйтіп басында болып не боласың, сен бұлай қылсайшы, сен бұлай қылайшы, әр шешім қабылдай береді. Үлкендердің арасында да, үлкен лауазымды адамдардың арасында да солай. Бұл кісі мен көрші болдым, ақырғы ақтық сапарға шығарып салдым, бірге жүрдім, алыс сапарларда болдым, үлкен лауазымды адамдармен осы кісінің арқасында табақтас болдым. Көке жатқан жерің жайлы болсын. Күләш апайға, азаматқа беріп атып, еске алып атқандар, ас беріп атқандар, рахмет. Бұны бәріміз еске аламыз, ұмытпаймыз, мәңгілік. Рахмет, жолдастар, тыңдағандарыңызға.